Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге творожный пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып, оның үстіне қантты салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ерітілген сары майды және қаймақты да салып, кішкене араластырамыз. Сосын жаймендеп ұнды және қопсытқышты салып, алдымен венчикпен, кейіннен қолмен жұмсақ қамырды илеп шығарамыз. Қамырды целлофан пакетке салып, оны жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол уақыт аралығында салмамызды дайындаймыз. Ол үшін ірімшікке қантты және жұмыртқаны салып, блендермен жақсылап бір келкі масса болғанша езіп аламыз. Кейіннен қамырымызды екіге бөлеміз. Кішкентай бөлігін қайтадан тоңазытқышқа салып қоямыз да, үлкен бөлігін видеода көрсетілгендей үлкен қылып, жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды пергамент қағазы төселген противеньге қойып, оны жақсылап формасын келтіреміз. Сосын салмамызды саламыз. Оны жақсылап тегістеп бір келкі қыламыз. Сосын қамырымыздың екінші бөлігін жақсылап жайып алып, оны ені 1 сантиметрде қылып кесіп аламыз да, пирогымыздың бетін әсемдейміз. Барлығы да өз қалауыңызша. Кейіннен полоскалардың үстін жұмыртқаның сарысымен жағып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Мен кішкене көбірек ұстап қойыппын, бірақ бұл дәміне әсер етпейді. Толық суыған соң ғана қант ұнтағын сеуіп кесіп алсақ болады. Осылайша біздің творожный пирогымыз дайын, өте нәзік әрі дәмді болады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.